Ассаламалейкум, hurmatli телевизор көруші достар. Халық қадағалауында көрсетуінің нәубеттегі санын және назарыңызға ұсынамыз. Бәршеңіз жақсы білесіз, бүгінгі күнде экология, қоршаған орталықтың тазалығын сақлау мәселесі дүния жүзілік глобал машалаға айланып келатырған мәселелердің бірі есептеледі. Әсіресе бұл тараудағы жұмыслардың нәтижесін Қарақалпақстанлы, олмай айтқанда Өзбекстанлы бұқаралар жүдә жақсы аңлайды. Себебі біздің аймағымыздағы экологиялық жағдай ешкімге сыр емес. Бүгінгі күнде бүткіл дүния жүзінің кең жәмиетшілігінің итибарын өзіне тартып, бұл машқалаға ұнамды шешім табуға қаратпақта. Енді бір нәрсені айтуымыз керек, бүгінгі күнде тікелей президентіміздің басыламасымен мемлекетімізде бұл бағдарда кең көлемді жұмыстар әмелге асырылмақта. Яғни сол қоршаған орталықтың тазалығын сақлау, қоршаған орталықтың тазалығына ұнамсыз тәсір етіп отырған факторларды сапластыру бойынша бір қатар нәтижелі жұмыстар әмелге асырылмақта. Һәм де бұл бойынша президентіміздің бір қатар фарман һәм қарарлары қабыл етілген. Осылардың ішінде айрықша айтып өтуіміз керек, президентіміздің 2024 жылдың 25 сентябріндегі шаң боранларына қарсы күресу һәм атмосфера хауасы сапасын жақсылау бойынша бірінші кезектегі ләждар хақындағы қарары қабыл етілді. Сондай-ақ осы жылдың 25 март күні атмосфера хауасының сапасын жақсылауға қаратылған таза хауа ұлыма милли жойбарын әмелге асыру ләждар хақындағы президент фарманы қабыл етілді. Әлбетте бұл хукуқи hüjjetlerменен еліміз бойлап осындай экологиямыздың қоршаған орталығының тазалығын сақлауға бір бағдарында жаңа система жолға қойылып атыпты. Осы декада май айы республикамыз бойлап таза хауа айлығы сыпатында белгіленіп атыпты. Біз бүгінгі көрсетуіміз давамында әйне осы тема дөңгелегінде сәубетлесеміз, һәм бұл бойынша бір қатар тараухан егелерін студиямызға біз мұрат еткенбіз. Мен дәслеп бүгінгі көрсетуіміздің мималарымен сіздерді таныстырып өтемен. Мұхаббат Қожаметова, Қарақалпақстан Республикасы Әділдік министрлігінің сектор бас мәслихатшысы. Нилуфар Аллабергенова, Қарақалпақстан Республикасы прокурорының аға жәрдемшісі. Мақсуд Хамраев, Милли гвардия Қарақалпақстан Республикасы бойынша басқармасы аға офицері. Сондай-ақ Салауат Бекдулаев, Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі құқық бұзарлықтар профилактикасы басқармасының инспекторы. Сондай-ақ Асқар Айтжанов, Қарақалпақстан Республикасы экология һәм ықлым өзгеруі комитеті бөлім басшылығы. Ассаламалейкум, студиямызға қош келіпсіз. Әлбетте, жоғарыда айтып өткенімізде экологиямыздың бүгінгі күндегі тазалығын сақлау, қоршаған орталықтың қорғау, олмай айтқанда осы қоршаған орталығымызға ұнамсыз тәсір етіп жатқан факторларды сапластыру бүгінгі күннің ең итибар қарататын мәселелердің бірі есептеледі. Себебі бұның текарында инсан саламатлығы жатырғанлығын һәммеміз жақсы аңлап тұрмыз. Сондықтан да мемлекет басшысы тарапынан қабыл етіліп жатқан бұл қарар һәм фармандардың дәслеп әхмет хақында тоқталып өтсек. Мархамат. Низамшылыққа бола сол шығындыларды төмендегі орларда сақлау һәм бұндай орларға көміп тастау қадаған етіледі. Яғни халық пункттері жерлерінде табиғатты қорғау, саламатландыру, рекреация мақсатларына мөлшерленген жерлерде, материалдық мәдени мирас объектілері жайласқан жерлерде, сондай-ақ бұқаралардың өмірі һәм денсаулығына, сондай-ақ табиғатты қорғау объектілеріне һәм қорғалатығын табиғи аймақтарға зиян жеткеру қаупі жүзеге келу мүмкін болған басқа орларда қадаған етілген. Президентіміз тарапынан 2026 жыл 25 март күні атмосфера хауасы сапасын жақсылауға қаратылған таза хауа ұлыма милли жойбарын әмелге асыру бойынша ләждар хақындағы фарманы қабыл етілді. Фарманға бола 2026-2030 жылдарда атмосфера хауасы сапасын жақсылауға қаратылған таза хауа ұлыма милли жойбарларын текарға мақсатлары белгіленді. Яғни атмосфера шығарылып атырған потасландырушы затлар мұғдарын 10,5%-ке кемейту, қоршаған орталыққа тәсірі бойынша бірінші һәм екінші категорияға кіріктетуін қарханаларда автомат мониторинг станциялары һәм шаң газ тазалау үскенелері орнатылуын тәмелеу. Сондай-ақ 2027 жыл 1 мартқа шекем
Ташкент қаласында экологиялық жағдайды жақсылау бойынша кешіктіріп болмай тұрған лажларды әмелге асыру бойынша арнаулы комиссия жұмысы созылуы белгіленді. Сондай-ақ сол нызамшылықтағы және бір жаңалығымыз сол автомобильсіз күн һәм автомобильсіз хапте акциялары өткеледі. Яғни 2026 жыл 1 майдан басылап, har айдың 10 һәм 25 сәнелерінде автомобильсіз күн, автомобильсіз хапте акциялары өткеліп барылады. Бұнда осы акциялар шеңберінде мемлекеттік бұқаралық қызметкерлері тарапынан қызмет автотранспорт құралдарынан пайдалану қадаған етіледі. Яғни осы сәнелер жұмыс күндері осы күндерде жұмыс күні туыры келсе, осы категориядағы нелері бұқаралардың іс хақы модарлары сақлап қалынады. Hamda 2026 жыл 1 августтан басылап трейд-ин бағдарламасы шеңберінде ескірген автотранспортларды тапсырған физикалық һәм юридикалық шақсыларға жаңа автотранспорт құралдарын сатып алу үшін автокредит проценттерінің бір бөлігі қаплап берілуі белгіленді. 2026 жыл жұмағына шекем экологиялық транспорт системасы шеңберінде Ташкент қаласының аймағы қызыл, сары һәм жасыл зоналарға ажыратып шығарылуы тәмінленеді. Сондай-ақ 2026 жыл 1 апрельден шаң боранларын алдын алу үшін Сурхандария һәм Сырдария уалаятларында жасыл дивалларды құру баслануы белгіленді. Енді низамшылықтағы және бір жаңалық халықтың экологиялық мәдениетін арттыру мақсатында 2026 жыл 1 майдан басылап жас эколог көкірек белгісі енгізіледі. Яғни мектеп оқушылары арасында 3-ші дәрежелі жас эколог, техникум оқушылары һәм жоғары білімдендіру мекемелері студенттері жастар арасында 2-ші дәрежелі жас эколог, халықаралық һәм жергілікті көлемде жоғары нәтижелерге еріскен жастар арасында 1-ші дәрежелі жас эколог көкірек нышанлары енгізілуі белгіленді. Рахмет. Әлбетте, har қандай пәрман, har қандай қарар халқымыз тұрмысында орлану мен ахметлі сатыланады. Сондықтан да неге үстінде шығарылып отырған президентіміздің қарары, пармалары, заң hüжетлерінің орлануын тәмінлеу бойынша һәм неге қазіргі уақытта бір қатар нәтижелі жұмыстар әмелге асырылмақта. Бұл бойынша прокуратура ұйымларына айрықша вазифалар белгілеп берілген, яғни осы жұмыстарды муафиқластыру бойынша. Бүгінгі күнде республикамыз аймағында бұл бағдарда әмелге асырылып отырған жұмыстар hakkında айтып берсеңіз, Мархамат. Haqiqatdan ham ekologik barqarorlikni ta'minlash, atrof muhitni muhofaza qilish, inson salomatligini asrash bugungi kunning muhim vazifalaridan biri. Ayniqsa bugungi kundagi iqlim o'zgarishi, chang bo'ronlar, urbanizatsiya jarayonlari, sanoat va transport vositalarining sonini oshishi ekologik muhitga o'zining ta'sirini o'tkazmasdan qolmayapti. Shuning uchun ham ekologik xavflarni oldini olish, bu boradagi noqonuniy holatlarga chek qo'yish va bartaraf qilish borasida muhim ahamiyatli hujjatlarni qabul qilinayotganligi ham bejizga emas. Joriy yilning 25-martidagi prezident farmoni ham bevosita mana shu iqlim o'zgarishini jadallashishi, urbanizatsiya, sanoat va transportning rivojlanishi natijasida atrof muhitga yuklanayotgan antropogen holatlarni qisqartirishni nazarda tutadi. Bundan tashqari ekologik toza va tejamkor texnologiyalarni amaliyotga joriy etishni rag'batlantirishni nazarda tutadi. Va mana shu farmon bilan belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlash borasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, prokuratura, ichki ishlar, Milliy gvardiya, ekologiya va iqlim o'zgarishi qo'mitalari bilan hamkorlikda qo'shma qaror imzolandi va mazkur qo'shma qaror asosida hududlarda ishlar jadal boshlab yuborildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori rahbarligida bo'lib o'tgan tezkor yig'ilishda ham mazkur farmon ijrosini ta'minlash maqsadida hududlarga mas'ullik tamoyili asosida barcha mas'ul idoralarga vazifalar yuklab berildi va shu asosda hududlarda maxsus komissiyalar, ishchi guruhlar tashkil etilgan holda hududiy prokuraturalar tomonidan ularning faoliyatlari muvofiqlashtirib borilmoqda. Qurilish chiqindilarini bartaraf etish va hududlardagi chiqindi poligonlarini urbanizatsiya jarayonlarini o'rganish bo'yicha ishlar jadal olib borilmoqda. Shuningdek, shuni yana ta'kidlab o'tish lozimki, hududlarda tozalikni ta'minlash ishlarini samarali tashkil etish maqsadida har bir hudud uchun mas'ullik tamoyili asosidagi ishlar natijasi bilan mahallalar, ichki ko'chalar va chiqindi poligonlarining xaritalari ishlab chiqilgan. Va mana shu xaritalarni
urbanizatsiyaga ta'sirini o'rganib chiqib va noqonuniy chiqindixonalarni bartaraf qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Mana statistik ma'lumotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, o'tkazilgan nazorat tadbirlari natijasida chiqindilar bilan bog'liq 1,5 mingdan ortiq holatlar, qonun buzilishi holatlari aniqlandi. Mana shu 2-maydan bugungi kun davomida va bu bo'yicha huquqbuzarlik holatlari yuzasidan 1 milliard 186 million so'mlik ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Bu juda katta ko'rsatkich. Bu demakki hududlarda chiqindilar bilan bog'liq juda katta muammolar to'planib qolganligini ko'rsatadi. Va qurilish sohasidagi atmosfera havosini muhofaza qilish va ekologik talablarni kuchaytirish maqsadida 3 mingga yaqin maxsus texnikalar yordamida 183 ta qurilish obyektlarida o'rganish ishlari olib borildi va 7 ming tonnaga yaqin maishiy va qattiq chiqindilar shu chiqindi poligonlariga olib chiqilishi ta'minlandi. Bu degani esa qarang, 7 ming tonnaga yaqin chiqindilarni poligonga joylashtirilishi qancha hududni tozalanishini shu ko'rsatib beradi desak xato bo'lmaydi. Shuningdek, 51 ta ko'p qavatli uylar hududi tozalanish bilan birga 5 mingga yaqin daraxtlar parvarishlanib, dekorativ ko'rinishlarga olib, dekorativ dekorativ shakllar berildi bu daraxtlarga. Shuningdek, 150 ga yaqin suv havzalaridan 1000 tonnaga yaqin maishiy chiqindilar tozalab olindi. Va quruvchi tashkilotlar bilan chiqindilarni boshqarish direksiyasi bilan 183 ta shartnomalar imzolandi. Demak, barcha qurilish obyektlari va shu chiqindi direksiyalar o'rtasida shartnomalar imzolanib, keyingi qurilish jarayonidagi barcha chiqindilar to'g'ridan-to'g'ri poligonga olib borilishi ta'minlanishi to'liq yo'lga qo'yildi. Bu albatta asosiy, mana shu farmonning asosiy yo'nalishlaridan biri targ'ibot ishlari ham bor va demakki faqatgina shu mas'ul idoralar emas, keng jamoatchilikni ham bu oyda shu atrof muhitga befarq bo'lmasligiga targ'ib qilish ham muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi farmonni. Shuning uchun ham targ'ibot tadbirlariga ham alohida e'tibor qaratilgan holda 1,5 mingdan ortiq shu ommaviy axborot vositalari va internet tarmoqlari orqali chiqishlar amalga oshirildi. Rahmet, aziz do'stlar, eslatib o'tamiz. Biz ko'rsatuvimizda tikkilik efir orqali olib borib o'tiramiz. Hamda bugungi ko'rsatuvimiz davomida ekologiya ham qоршаған o'rtoqlikni qo'rg'ov temasida so'z etib o'tiramiz. Bu temaga байланысты o'zingizni qiziqtiradigan so'rovlaringiz, fikr yoki usunuslaringiz bo'ladigan bo'lsa, bizga tikkilik байланысу imkoniyatini egasiz. Buning uchun manzillarimizni aytib o'taman. Demek, Telegram tarmog'ida xalq qadag'alovunda toparimiz бар, сол жерге кіріп жазып қалдырсаңыз болады сұрауларыңызды. Сондай-ақ студиямызға орнатылған 61 коды менен 226-53-14 телефон номеріне қоңырау ету арқылы сіз бізбенен тікелей байланысу имканиятына иесіз. Және бір нәрсені айтып өтуіміз керек. Қазір көрсетуімізге және бір қанеге қатынасып отырды, онан таныстырып кетейін. Жақсылық Бірназаров, Қарақалпақстан Республикасы санитария эпидемиологиялық тыныштық һәм минет жәмиет саламатлығы басқармасы врач-эпидемиологы. Енді қазір көрсетушілік жәмәтіміз тарапынан таярланған видео сюжетіміз бар. Бүгінгі темаға байланысты, соны қазір көріп аламыз. Соң студиямызда пікірімізді давам етеміз. Мархамат. Hamma narsa o'zimizdan boslanadi. Atrofni toza saqlov, bir tup terek egu бұл келешекке қойылған ең үлкен қадам. Егер haqiqatına keladigan болсақ, tabiatni saqlov өз перзентіңізді saqlау менен бір. Әлбетте, бүгін республикада құрылыс рауажланып жатырғанлығын көріп қуанамыз. Қала берді, президентіміздің Қарақалпақстанға болған тікелей қамқорлығы менен қала һәм ауылларымыз жасыл аймақларға бөленбекте. Шөлістаннан гүлзар жерлер пайда болмақта. Бұл біздің ана табиатымызға деген мехріміз. Дұрыс, ана табиат бізге бәрін берді. Таза су, ашық аспан, жасылық. Ал біз оған не қайтардық? Негізінде гозал, таза һәм жап-жасыл аймақта жасау әрбір инсанның арзуы. Бірақ тазалық тек сыпырылған жерде емес, ал шығынды тасланбаған жерде пайда болады. Дегенменен бүгін базы бір жерлердегі жағымсыз иіслер және орынсыз тасланған шығындылар, дария яки канал бойларындағы антисанитариялық жағдайлар қашанға шекем халықтың денсаулығына қауіп салады. Қадағалау ұйымлары бұннан
хабары бар ма деген сұрау туылады. Табиатты сақлау бұл әр біріміздің вазипамыз деп біз күнделікті түрде айтамыз, бірақ әмел ете бермейміз. Міне біз пайтақтымыздағы Теле Орай макам бұқаралар жиын аймағына келдік. Бұнан бір ай алдында бұл жердегі шығындыларды түсірген едік. Міне дегенменен біз бүгін келгенімізде сол ауқалдың және гуасы болдық. Сондай-ақ бұл жерде сол Достық каналы атырапында жайласқан, мінекей ол жердегі сол суларда да мінекей осындай шығындылардың тасланып атырғанлығының гуасы болып атырпыз. Бұл әлбетте әр біріміздің кеуілімізді қабартады. Жаз келуіменен осындай табиат қойнында демалушы инсанлар бұл жерде демалмақ түгел бір минут тұру мүмкіншілігі жоқ. Өйткені бұл жерге тасталып кеткен шығындылардың иісі атмосфера хауасының бұзылуына себепші болмақта. Бүгінгі экология бұл табиаттың инсаниятқа берген ескертуі. Біз хауаны захарлеп, суды патаслап, табиаттан тек алуды үйрендік, бірақ беруді ұмыттық. Ана табиатқа ітібар, қымбат жойбарларда емес, ал сіз отырғызған бір түп теректе, жерге тасланбаған шығындыда көрінеді. Өткен жыл көшіп келдік. Дегенменен бұл жердің тазалығына жауап беріп жатқан ешкім жоқ. Мына жерде бір жылдан бері тұрды, мен көшіп келгенмен бір жыл болған болса, мына жерде сонша мусор елі ешкім алған жоқ. Балаларымыз кеште-пеште далаға шығып ойнауға, ямаса мусор төгуге шықса қорқамыз, сүрінігіп жығыламай және бір зат бола ма деп. Соған осы тазалығына қарайтын кім бар? Сол жауап беретін адам болса, біздерге осы жерлерді тазалап беруін сұранамыз. Қайсы айда көшіп келдіңіз? Сентябрь айында келдік. Онан бері мұражат етіп айттыңыз ба? Би балаларымыз шығып мұражат еткен. Нәтижесін көріп атқанымыз жоқ. Алдымыз жаз енді азырақ далаға шығып отырсаң, канализацияның исам шығып атырыпты. Тазалыққа сол жауап берсе, біздерге болды сол. Құрылыс монтаж жұмыстарында негізі әр күні шыққан шығын бір жерге жиналып, сол жүк машинға салынып, шетке арнаулы полигонларға апарып тасталыну керек. Тазалық іс-шаралары қылыну керек. Құрылыс біткеннен кейін апарып тастайман деген гәп болмайды. Қазіргі дәуірде ішкі квартира дейміз, ханалардың толық пардозламастан алсат шартнамасы түзіліп жатыр біткен домаларға, бірақ фасадлары толық біткен, абаданластыру жұмыстары толық жұмақлаған. Әттең айырым сол сатып алған бұқаралар ішіне кіріп, ішін жаңағы пардоз жұмысларын алып барып, сол өзінен шыққан шығындыларды тапсырылған тұрақ жай сыртына тастап, мекеменің таслап кеткен, алынбай қалған шығындысы есабына кіргізіп жіберіп жатыр. Ондай нелер ұшырасып жатыр, жағдайлар. Солсын айтар жағым, іші пардозланбаған тұрақ жайлар сатып алып жатқан, квартиралар сатып жатқан адамдар өзінің істелген құрылыс монтаж жұмыстарынан шыққан шығындыларына өздері жауап беруі тиіс. Бүгін жасыл аймақ жарату ертең перзентлерімізге дем алу үшін таза хауа қалдыру дегені. Сондықтан табиатты сақлаң, өйткені ол біздерсіз де жасай алады, бірақ біз табиатсыз жасай алмаймыз. Ана табиатқа болған ітібарды сөзбенен емес, ал істе көрсетейік. Қаламыздың тазалығы һәм жасыл келешегі өз қолымызда. Себебі үлкен өзгерістер кіші қадемлерден басталады. Табиатқа, қаламызға, өз махаллемізге болған мұнасебетті өзгерту уақыты келді. Экологиялық мәдениетті бірге қалыптастырайық. Өйткені бұл біздің үйіміз. Мінекей көріп куәсі болғаныңыздай, әлбетте жоғарыда айтылып өтілген шығындыларды сапластыру, экологияға ұнамсыз тәсірін тигізіп отырған факторларды сапластыру бойынша әмелге асырылып отырған жұмыстармен қатар айырым орындарда кемшіліктерімізден бар екендігі сөз етілген. Енді осылардан бір талқылап додала басақ, сол жерде тұрып, яғни бірінші мәселе сол Теле Орай аймағындағы шығындылар бойынша расын айтты, өткен айда, яғни бұнан бір ай алдынан көрсетілген, осы жерде болып өткен көрсетуден бұл мәселе сөз етілген еді, бұқаралық тарапынан мұражат етіліп, бірақ елі кешеген бұл орын сол шығындылардан тазаланбай жатыр. Бұның себебі неде? Мархамат, экология.
Дұрыс айтасыз, мінекей жоғарыда айтып өткендей, республика прокуратурасы басшылығында, прокурор басшылығында, прокуратурада штаб түзілді. Осы мәселе бойынша бұл мәселелер бірқанша алдынан көп көтерілген, сол бойынша штаб түзіліп, бір қоспа қарар тасдиқланды. Бұл қарарда тек арғы мәселе осы аймақты, өзіміздің республикамызда қала һәм районларда, махаллелерде аймақты шығындыдан тазалау, шығынсыз аймаққа айландыру, һәм құрылыс шығындыларын бір белгіленген орынға ямаса, яғни белгіленбеген орынларға тасламау бойынша негізі сол болады. Һәм құрылыс объектілерінде әзіргі уақытта құрылыстар кетіп жатырды. Һәм бұл құрылыс жаңағы көрсетіп өткендей құрылыс объектілерінде де айырым дөңгелектер қоршалмаған болады. Һәм құрылыстан шыққан құрылыс шығындылары дөңгелекке тастап қойылған болады. Һәм бұл құрылыс объектілеріндегі шығындыларды тасушы, алып шығушы техникалар, автотранспортларын бұлар үштілері ашық алда көшелерге төгілуі менен сондай алып шығу жағдайлары көбілеп ұшырасып жатырды. Һәм сол себептен неге қоспа қарарда бәрі келтірілген. Сол бойынша қазір Милли гвардия һәм ішкі істер қызметкерлері, біз экология, экополиция қызметкерлері бәрі біргелікті рейд жұмыстарын алып барылып жатырды. Бұл жерде көп түсінік бар. Біздерге де көп мұражатлар келіп түседі. Бұнда текарынан айтып өткенде көп қабатлы үйлерде жаңағы Чорновой дейміз, мінеге қара неден алып, өздері келіп, көшіп келместен ремонт жұмыстарын істейді. Таза көп қабат үйлерде. Ал бұлар ремонт жұмыстарын алып барып атқан ақылары үйден шыққан құрылыс шығындыларын подъездің алдына, емаса подъезге жайғастыру жағдайлар ұшырасады. Һәм бұл жерде көп қабатлы үйлерге арналған өзі чим деп айтамыз, мынандай шығын тастау орындар бар. Мысалы, өздері көп қабатты үйлерге белгіленген шығын тастау орындар бар. Сол жерге апарып тастайды бұлар, емаса домның алдына үйіп қояды. Ал егер ана шығын тастау орнына апарып қойған жағдайда біздерде мына Нүкіс қаласында, республикамызда 12 санитар карханалар бар, шығындыларды алып кетумен шұғылданатұғын. Ал бұлардан келіспеушілер келіп шығады, бұлардан мүражат келіп шығады. Бұлар тек ана халықтан шыққан тұрмыстық шығындыларды алып кетеді. Бұлар соған шартнама түзілген бұқараларменен. Ал бұлар өздерінің құрылыс шығындыларынан алып кету жағдайлар, таслау жағдайлар көбілеп ұшырасады. Біздер халыққа түсіндіру жұмыстарын алып барып жатырмыз. Өзбекстан Республикасы Министрлер кабинетінің 95 санлы қарары бар. 2019 жыл шыққан. Бұның 8 бәндінде көрсетілген анық қылып бір шығындының 8 түрі бар. Ішінде құрылыс шығынды, шөп шаралар бар, терек құталаған нелерді шығындылардың барлығы бұлар жаңа санитар карханаларменен келісу жолымен, қосымша пұл төлеу жолымен алып шығылады деп анық көрсетілген. Бұл бойынша біздер бірнеше мәрте телевидениеден шығып сөйлеп айтқанбыз, радиодан баспасөздерде көп мәрте айтылған. Соған қарамай мінеке әзір көп қабатлы үйлерде сондай жағдайлар көп ұшырасып жатырды. Бұл бойынша біздің экополиция қызметкерлер барып, рейдлер шөлкемлестіріп, һәм тиісті шараларын қолданылып жатырды. Жаңа міне жоғарыда айтып өткендей, бүгінгі күнге шекем 1,5 мыңнан артық құқық бұзарлық анықталды. Міне бір ай давамында, бір ай мына қоспа қарар қабыл етіп, біргелікті рейд жұмыстар алып барылу нәтижесінде 1,5 мыңнан астам мынандай құқық бұзарлық анықталып, 1 миллиард 187 миллиондай жарималар қолданылды. Енді бұл жариме салу менен мәселе шешіліп қалып отырған жоқ та, көрген болсаңыз. Қосып жалғасыз ба? Мархамат. Haqiqatdan ham yuqoridagi holatlar juda salbiy holatlar. Mana ishchi guruhlar, maxsus komissiyalar faoliyat olib boryapti, chiqindilar bartaraf qilinyapti deyapmiz-ku. Mana mutaxassisimiz tomonidan aytib o'tildi, hududlardagi chiqindi tashlash maxsus joylardan ham chiqindilar shartnoma asosida tashib ketiladi. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi ko'rinishdagi holatda chiqindilarni tashlash mumkin bo'lmagan joylarga chiqindilar tashlanganligi holati ko'rsatib o'tilgan. Va nima uchun mahallaning o'zi tomonidan mana shu chiqindilarni olib chiqish bo'yicha hech qanday ishlar amalga oshirilmagan degan savolga birinchi javob topish lozim deb o'ylayman. Chunki shartnoma tuzish bilan yoki shu chiqindini olib chiqib ketish bo'yicha tegishli idoralarga murojaat qilish bilan ham mahalliy shu hudud aholisi va mahallasi tomonidan ham harakat qilinishi kerak. Mana shu farmonda men nimani aytmoqchiman? Farmonda bor, birinchi navbatda ekologik madaniyatni oshirishga ham alohida e'tibor qaratish nazarda tutilgan. Agar biz avvalambor aholining ekologik madaniyatini oshirmasak, ya'ni chiqindilarni belgilangan joyga tashlash va mana shu chiqindilarni o'z hududini tozaligini saqlashga o'zlari mas'ul bo'lmasalar va o'zlari shu
taklif bilan chiqmasalar, bu hududdagi tozalikni saqlash bu baribir ham doimiy muammo bo'lib qolaveradi. Biz mas'ullardan e'tibor kutishdan ko'ra birinchi navbatda o'z hududimiz uchun o'zimizni mas'uliyatimizni ham oshirish kerak deb o'ylayman. Albatta, bu chiqindilarni bartaraf qilinmaganligi va shu kungacha ommaviy axborot vositalaridan chiqqandan keyin ham bartaraf qilinmaganligi albatta bu mahalliy hokimiyatning va boshqa mas'ul idoralarning ham javobgarligini istisno qilmaydi, lekin baribir ham shu oqibatni bartaraf qilgandan ko'ra shu oqibatga olib kelinishining oldini olish birinchi navbatdagi vazifamiz hisoblanadi deb o'ylayman. Endi yuqorida dұрыс айтып o'tdi, shunday yuqorida ko'rsatilgandek жағдайлардың алдын алу bo'yicha, shunday ekologiyamizga o'zining unamsiz ta'sirini tigizib отырған faktorlarni saqlastыру bo'yicha mineki жұмыстар boslanib жатыпты, ya'ni қоспа qarordan qabul etilib, mineki shu бағдарда жұмыстардың bir жаңа bir bosqichning boshlanuvi. Endi shu қоспа qarorda har bir javobgar uyum mekamelерге o'z oldidan vazifalar belgilab berilgan. Masalan, Milliy gvardiya ham ichki ishlar xizmatkerlarining bu yerda o'zining funksionallik vazifalari bor. Ular haqida bir bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Marhamat, Milliy gvardiya bu yerda Milliy gvardiyaning roli qanday bo'ladi? Ham ular qanday huquqlarga berilgan ularga? Rahmat. Haqiqatan to'g'ri aytilyapti. Hozirgi kunda ekologiya sohasiga alohida e'tibor bermasak, og'ir ahvollarga olib keladigan darajaga kelganmiz. Bu bo'yicha 46-sonli prezidentimiz farmoni chiqdi. O'sha farmon ijrosini bajarish maqsadida hamkorlikdagi organlar bilan birgalikda qo'shma qaror imzolanib, qo'shma qaror ijrosi bo'yicha Nukus shahar va tumanlarga va tuman markazlariga ekopatrul va red tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda Milliy gvardiyada 10 ta modda bo'yicha huquqbuzarliklar bo'yicha ko'rib chiqish va jarima qo'llash vakolati mavjud. Bugungi kunda aholi tomonidan, xalqimiz tomonidan ko'p sodir etilayotgan ma'muriy huquqbuzarliklar Ma'muriy javobgarlik kodeksining 161-moddasi, ya'ni aholi va shahar va aholi yashash punktlarini obodonlashtirish qoidalarini buzish moddasi bo'yicha ko'proq ma'muriy huquqbuzarlik holatlari aniqlanib kelinmoqda. Bundan tashqari Ma'muriy javobgarlik kodeksining 91.1 moddasi bo'yicha ham ko'p holatlarda fuqarolar va tadbirkorlar, mansabdor shaxslar, yuridik shaxslar tomonidan huquqbuzarlik holatlarini sodir etilayotgan holatlar aniqlanib, ularga tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib kelinmoqda. Bundan tashqari har bitta rayonga, har bitta tumanga ekopatrul xizmati jalb qilingan. Har kunlik bizda o'sha joylarda, tuman markazlarida bizda bo'linmalarimiz bo'lmaganligi sababli mana shu Nukus shahardan turib o'sha tuman markazlariga borib, tuman markazlarida red tadbirlarini amalga oshirib kelyapti. Ichki ishlar, ekologiya vazirligi xodimlari bilan hamkorlikda. Marhamat, ichki ishlardan ham bilik, u vaqtning fikrlarini. Bizlarda de assalomu alaykum. Bizlarda ichki ishlar xizmatkorlari bilan birgalikda Milliy gvardiya xizmatkorlaridek birdek tengdek vakolat berilgan bizlarga, hammamizga tengdek. Bir жағынан ikkinchi tarafi ichki ishlar xizmatkorlari, yo'l patrul xizmatkorlari tarafidan bizlarda ulkan yuk tasuv mashinalarning ustilarida tentlarning o'rnatilishini qadag'alaw postlarda hamda chiqindi tasdiqlangan mashinalarda o'zi belgilangan o'rloq aparulari bo'yicha reydlar amalga oshirilmoqda hamda tez tartibda choralar ko'rilmoqda. Endi yuqorida e'tibor bergan bo'lsangiz, shu prezident farmonida keltirilgan shaxsiy жаңалыклардың biri haftasidan shu avtomobilsiz, kun avtomobilsiz hafta ilojlarni o'tkazish vazifasi belgilab qo'yilgan edi. Ya'ni may oyidan boshlab shu ilojlar shengberinde har qanday mamlakatlik uyum boshliqlari o'zining xizmat avtomobillarining foydalanuvi qadag'an etilib yotibdi. Bu tartib hozirgi vaqtda qanday amalga oshirilib yotibdi? Ya'ni shunday xizmat avtomobillarining foydalanuvini qadag'alaw tikkili ichki ishlarning javobgarchiligini kirganmi? Endi ichki ishlarga da tegishli taraflari bor. Yo'llarda endi shu kunga belgilangan kunlarda endi ayrim fuqarolar tarafidan o'z boshimchalik bilan
басқарған елдерге тиісті тәртіпте шаралар Бұл бойынша арнаулы рейд иләжләре өткеріліп жатыр ма? өткеріліп жатыр да, әр күні әр неде тапсырмалар болып, алыстаңғы дислокациялар бөлініп беріледі. Бұл бойынша анық фактілерді айта аласыз ба бізге? Яғни қандай да бір мекеме кархана басшылары сол акция күнінде автомобиль басқару қызмет автомобилін пайдаланғаны бойынша баяндама рәсімдестірілген болсын. Енді шақсылар келер біздерде сыр сақтанады. Бірақ бар ма? Бар. Рахмет. Енді ақиқатында бұндай иләжлерден көзленген тек ары мақсат жоғарыда айтып жатырмыз ғой, қоршаған орталығымызды, экологиямызды тазалауға қызмет етуі керек деп. Енді қазіргі уақытта мінекей сонша жұмыстар әмелге асырылып жатқан пайтақтымыз, бүткіл республикамыз бойлап бұл бағдарда істелініп жатқан жұмыстар нәтижесінде қаламыздың, республикамыздың санитариялық жағдайы қай дәрежеде жақсарып жатыр? Демек, әулем ассалаумағалейкум. Осы экология мәселесі әлбетте бірінші нөбетте болып тұрды қазір кейінгі уақытлары. Осы қоспа қарар текарында 3 топар түзілген. Әмде бұл 3 топар іскерлігі шеңберінде біздерде со ірі коммунал объектілерінде құрылыс бұзу, құрылыс жұмыстары, яғни предсанадзор өткерілу дәуірінде анықланған ірі коммунал объектілерінен со 24 объектте қопал тәрізде, яғни ірі объектілерде қопал тәрізде низам бұзушылық халатлары анықланған. Әмде жоғарыда айтып өткенде со Милли гвардия ұйымлары, әмде со ішкі істер органдары қызметкерлеріне со берілген вакалат, яғни әкімшілік жауапкершілігі хақындағы кодекстің 91-ші статьясы, бірінші қосымшасында келтірілген жауапкершілік бойынша жауапкершілікке тартылған. Бұнда енді санитария халатты енді қопал қылып айтқанда, со ірі құрылыс жұмыстары, яғни со 24 объекті екінші дәрежеге қойылған. Яғни шығындыларды алып кету, со неге қандай низам бұзушылығын әмелге асырған соралғанда, яғни өздері түсінбей жатыр, яғни со тадбиркарларымыз, іс-білімдеріміз со екінші дәрежеге, со дәреже қойылғанлығы шығындыны алып кету керек екенін, күнделікті со топлап қоюға болмайтығын, жаңа репортажда со көрсетілгенде ең кенде со құрылыс жұмақланғаннан кейін алып кетемен ғой деген бір ой пікірмен жүреткен да. Енді бұл санитариялық халаты құрылыстан кейін әлбетте со қала әмде район аймақларында со құрылыс болып отырған объектілерге со немқұрайлықпен қаралу, яғни со шығындыларды алып кету, құрылыс шығындарын алып кету немқұрайлықпен қаралу, әлбетте со аймақта жасаушы бұқараларымызға бір қанша қолайсыздықтар тудыртпақта, әмде қосымша көтерілетұғын шығынды топланғаннан кейін шаңлары әлбетте жоғары демалу органдарына тәсір етіп, әлбетте со санитар эпидемиология туралы жамиғат саламатлығы басқармасына, мәселен, бірде со экология әмде ықылым өзгеру комитетлеріне müracaat етіп келмекте. Бұл бір бұқараларымыздың, яғни со қолайсыздықтарына алып келу бір жағдайлары келмекте. Со немқұрайлықтың ақыбетінде. Санитариялық ахуалы әлбетте со аймақта тұрақсыздық халатлар белгіленеді. Әмде со жаңа жоғарыда айтып өткендей, сол созылмалы кеселіктер бар, бұқараларымыз бар, әртүрлі со жасы үлкен ата-аналарымыз бар. Екі қабат со социалдық, яғни иммунитеті әзі болған со топар, бір қанша топар адамларға со үлкен бір қауіп тудырмақта. Яғни 100% демейміз, бірақ бір қанша со ірі коммунал объектілерімізде со 24 объектінде анықлануы, бұл демек со көп қана тадбиркарлардың со аймақтағы санитариялық халатына бір немқұрайлықпен қарау деген бір немқұрайлықпен қарап келмекте деген бір жұмаққа келсек болады. Сол жауапкершілікке тартуды Милли гвардия ұйымларын іске, яғни со іскерлігімізге қосып, әмде со жауапкершілікке тартуда актив со қызметкерлеріміз қатынасып келмекте. Нәтиже болып жатыр ма? Нәтиже енді кейінгі нелерде көреміз енді кварталlarda. Себебі бұл тадбиркарларға бір жарима салу тәсір етпесе, әлбетте ол қалған жағында со бір ұсынысым бар еді. Санитария тазалау карханалары актив со өзінің аймағына, со аймақта салынып отырған болса, актив өздерінің бір пропагандасын алып бару керек та. Себебі сол қызмет көрсетсе, өздеріне пұл түседі. Бұл деп қарасаң дарамат ол карханаларға, санитария тазалау карханаларына.
егер сол өздерінің іскерлігін көрсетпесе, бұлар білмей жүре береді тәдбіркарлар. Әмде сол аймақ сол ахуалында қала береді, жаңа жоғарыда көрсетілген репортажлардағыдай халатлар көріне береді. Рахмет. Әзіз достар, есетіп өтеміз, біз көрсетуімізді тікелей эфир арқылы алып барып жатырмыз. Hamda бүгінгі көрсетуімізде экология, қоршаған орталықтың тазалығын сақлау темасы дөңгелегінде сәубетлесіп жатырмыз. Hamda бұл темаға байланысты өздеріңізді қызықтыратын сұрауларыңыз, пікір яки ұсыныстарыңыз болатын болса, мәнзілдерімізді және бір мәртебе есетіп өтемен, демек Telegram тармағында халық қадағалауында топарына жазып қалдырсаңыз болады. Сондай-ақ студиямызға орнатылған 61 кодыменен 226 53 14 телефон номеріне қоңырау ету арқылы сіз бізбенен байланысу имканиятына иесіз. Бізде айрым бұқараларымыз тарапынан келіп жатқан сұраулар бар, соларды оқып естірсем. Кегейлі районы Құмшүңгіл ауыл бұқарала жиыны аймағынан келген демек. Нөкіс Шымбай жолы бойларында аптесінен бір мәрте шығындылар алынады. Көше ортаға көшеде, яғни көшелерде ортасына қалталарды жинайды. Осы орынға арнаулы қалталар, яғни құтылар, контейнерлері қою мүмкіншілігі бар ма? Қасымыздағы емлеуханаларда арнаулы құты жоқ. Делінген. Сорау дұрыс, сорау қазіргі уақытта былай нәхан трассаларға шықсаңыз, көп жерлерде шығынды құтылар қойылып жатырыпты. Бұл қазір әмме жердің өзінің карталары алынған, қазір жолдың бойларына әмме жерге қойылады. Бұл әсіресе шығынды hakkında низам талаптарына муафиқ, бұл көшеде шығындыларын шашылмауға кетіп баратқан автотранспортлардың тоқтап қолындағы шығындыларын сол құтыларға салып кету белгіленген. Бұл бойынша қазір уақытта жұмыстар алынып жатырды. Қай жерге қойылу керек, бәрі орындар белгіленген. Сол бойынша қойып шығылады әмме жерге. Енді жоғарыда айтып өткендей жағдайлар. Көшелердегі шығындыларын жиналып қалып жатырған, уақытында келмей жатырғандығы, яғни сол шығынды алып шығумен шұғылданатын карханалардың автотранспортлары. Бұлар бойынша Азыр көпшілік аймақтарда болып жатыр бұл жағдай. Тек қана бұл бір мәхәлле мысалында айтып жатыпты, бірақ дегенменен бізге көптеп мұражаттар келеді бұл бойынша. Яғни сол шығынды алып кетумен шұғылданатын карханалардың арнаулы автотранспортлары өз уақытында келмей жатырғанлығы, осының нәтижесінде шығындылардың көп топланып қалып жатырғанлығы. Енді өзі бұл карханалардың жұмысын қадағалау вазифасы сіздерге жүктелген ба? Қалай муафиқластырылып жатыр олардың жұмысы? Тура, бұл қазір жоғарыда айтып өткенімдей, республика бойынша 12 санитар тазалау карханалары бар. Оның ішінде мемлекеттік унитар карханасы Қызағұлдытан бар. Бұлардың өздеріне белгіленген мәхәллелері бар, районлары бар. Мен Нөкіс қаласының өзінде 10 санитар кархана бар. Бұлар өздеріне белгіленген графиклері бар. 787 санын қарары бар. Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің бұнда көрсетілген көп қабатлы үйлер болатын болса, көп қабатлы үйлерге күніге бір мәрте алынады. Шығынды тастау орындар, шақапшалар дейміз. Күніге бір мәрте алу оларға белгіленген тәртібі солай, һәм бұлар бір күніге бір мәрте алынады. Ал мына мәхәлле көше сигнал ұсынында, екіншісі бұл сигнал ұсынында өздеріне белгіленген мәхәлле мен санитар кархананың ортасында келіскен графигі бар. Сол графикке тикар аптасына бір мәрте бола ма, ямаса айына 6 мәрте я 5 мәрте келіскен графигі бар. Сол график бойынша алынады. Ал енді күні кешеде алдында біздің мына Нөкіс қаласында сондай мұражатлар болды. Бір-екі қалтаға жаңағыдай тұрмыстық шығынын салған, бір-екі нәһән үлкен қалтаға ішіне құмды толтырған, атызларын дөңгелек түспіріп. Қайта-қайта 4-5 мәртебе мұражат болды Наубахар мәхәлледен. Бүгін әм жібердік адамды. Жаңағыдай барып көрді, бір группамен шығынды алатын нелерменен бар. Олар ана топырақты нен ала алмайды. Себебі көшенің пәлен көше болса сөйерді пәлен халықтың жаңағы шығындысын алуға график түзіліп сол бойынша барады. Ал жаңа басқа нелер біздің мына шығындыларды әкетпеді, құрылыс шығынын әкетпеді, емазамда шөп шарларды әкетпеді деп бізге қайта-қайта мұражат етіп тоқтамайды. Енді сондайлардың есабынан жаңағыдай графиктен 1-2 күн кешігу мүмкін, болмаса ол санитар карханалар экология қадағалауында күнде тапсырма беріп сөйлесіліп жатырды оларменен. Іләж болса графиктен кешікпейді. Сондай карханалар өзінің белгіленген график тикарында шығындарды алып шығу уақытында бармаса, 1-2 күн емес, хаптелеп, хаттекі кешігетін жағдайлар болады. Осындай жағдайларда оларға қандай да бір шара көріле ма? Ондай жағдайда бұқаралар біздерге мұражат қылады. Біздің шығын ондай көп ұшырасып жатырды. Біздің графиктер алып кетілмей жатырды. Біздер сразу карханаларға звонок қыламыз, сөйлесеміз. Олардың өздерінің мынандай бір
баловый системасы бар, KPI деген несі бар. Сол бойынша бал түсіп бара береді. Кейін жылдың ақырында сол бойынша оларға бал қойылып, неден ертең алдағы уақытта шартнамасы тоқтау, бекарлау жағдайлары болады оларда. Соның үшін бұларда ол, мен ойлаймын, санитар карханаларда экология комитетінде тікелей оларға шара көру мүмкіншілігі жоқ. мүмкіншілігі жоқ. Бірақ жаңағыдай Енді олардың жұмыстан әлбетте енді низам тиканда қадағалап бару керек қой. Президент шығарып жатқан сол мәселе комитетінің қарарында да жазылып қойыпты. Олардың жұмысы қайтып алып шығу керек, қандай уақытта алып шығу керек. Енді бұл жерде егер уақытында алып шығылмаса, екінші бір мәселе туылады да, бұқаралардың, тұтынушылардың құқықтарының бұзылып жатырғандығы. Бұларға санитар карханаларға жаңағыдай кемшіліктері болған жағдайда бұларға шартнамасы бекарлау бойынша ұсыныс беріледі. Шартнамасын бекарлау бойынша ұсыныс беріледі. Сөйтіп KPI-дағы көрсеткен балаларына қарап, ертең шартнамалар бекарланады. Экология тарапынан ұсыныс беріледі. Yoki bo'lmasa, mana aytayotibdi-ku, shartnoma tuziladi. Bu yerda fuqarolik shartnoma talablari buzilayotgan bo'lsa, shu shartnomani bekor qilish vakolati bor. Sud yoki ekologiya vazirligi shu mas'ul, ya'ni shartnomani bekor qilish vakolati berilgan idoralar orqali shu shartnomani bekorlatib, boshqa shu tozalovchi korxonalar bilan shartnoma tuzish imkoniyati bo'ladi u mahallani. Ya'ni tanlash imkoni bor hozir. Aynan bitta korxona bilan qotib qolayotirgan yo'q. Tozalovchi korxonalar bir emas, bir nechta. Tanlab olib, shularni xizmati yaxshiroqlari bilan shartnoma tuzish imkoni bor. Demak, qanotlanmay turgan bo'lsa, murojaat etib, shartnomani bekorlashlari lozim bo'ladi. Rahmet. Navbatdagi so'rov To'rtko'l rayoni Tinchlik ауыл fuqarolar jinidan kelgan. Qurilish шығындылары uchun shartnoma bir martalik qancha pul bo'ladi? Сондай-ақ таза hudud To'rtko'l rayoni aymog'i keng bo'lgani uchun ulgurmaydi. Qo'shimcha sherikchilik tekarında boshqa shartlar bilan ishlowga bo'laman. Kim yordam beradi? Jeki, demak, сондай şirket ашатуын болсақ делінген екен. Енді бұл құрылыс шығындылары болса, жаңағыдай айтқандай, біздерде қазір күндегі тұрмыстық шығында 4500 сомды белгіленген, ал жаңағыдай мекеме карханалардан алып кететін шығындылар бұлар 72 000 болып белгіленген. Ал енді бұл жерде шығындысы қанша, көлемі қанша соған қарайды. Мысалы 1 тонна ма, 5 тонна ма, тоннасына қарап, жаңа өз алып кететін қызмет қылушы карханамен келіскен алда алып кетіледі. Тоннасына қарайды, көлеміне қарап. Нәубеттегі сұрау, жаңа ғана экранда көрсетілген жеке терек мәкан бұқаралар жиыны аймағындағы 16 этажлы тұрақ жайлардың бойындағы шығындылар бойынша тексеріліп келінгенде, осы көп қабатлы жайлардағы билерге жарима төленсін делінген. Бұл қаншелі дұрыс? Көп қабатлы үйлердің билері бей сипатында hüжетлестіріп көрсетілмеген делінген. Билерге сонда жарима салып кеттіңіз ба сонда? Енді бұл жерде билерге оны анықластырамыз. Негізі бұл құрылысты кім тастаған болса, сол иесі анықланып, егер сол жерде камера қойылған болса, камера арқалы біздің балалар анықлап, кім шығарған болса, емасана билер арқалы, көше домның билері болады. Солар арқалы қайсы көп қабатлы квартирадан шықты, сол бойынша анықлап, жаримасын салып атыпты. Ол билерге салу деген ол неге тура келмейді. Енді біз жоғарыда әділдік министрлігінен келген қандегем жүдә бір ахметлі мағлұматларды айтып өтті. Олардың ішінде сондай істеп шығарылған мүддетті ескірген автотранспорт құралдарына экологияға жеткізіп отырған зиянларын кемейту, азайту бойынша жаңа тәртіп енгізіліп отырғандығы. Яғни сол трейдинг жойбары шеңберінде ескі автомобильдерді тапсыру арқылы жаңасын алмастыру имканиятының жаратылып отырғандығы айтқанда айтып өтті. Бұл қалай әмелге асырылады? Бұл бойынша мағлұмат берің. Мархамат, сіз беріп ой. Сіз сөйле. Енді сол парманда белгіленіп кетілген, яғни сол 2026 жыл 1 августтан басылап, сол трейдинг бағдарламасы шеңберінде ескірген автотранспортларды тапсырған физикалық һәм юридикалық шақсыларға жаңа транспорт құралдарын сатып алу үшін автокредит проценттерінің бір бөлігі қапат берілуі белгіленді. Енді бұқаралар бұндай жағдайларда сол банкке мұражат етсе болады. Парманда белгіленген. Енді осы орында және бір нәрсені айтып өтуіміз керек. Хақиқатында мінекей президентіміз бұл бағдада және бір ахметлі бастамалардың бірін алға қойған еді. Яғни осы экологиямыздың тазалығын сақлау бойынша әсіресе қазіргі уақытта көптеген зиянлы тәсір автомобильдердің шығып жатырған зиянлы
жаңағыдай түтін газлердің есебінен болып жатыр ғой. Солардан кемейту бойынша электромобильдерді қолдап қуаттылау, яғни сондай электр автомобильдерін алып кіру һәм оны бұқаралар сатып алу үшін бір қатар жеңілдіктер беріп жатырды. Яғни жеңілдетілген кредитлер, сондай-ақ осы май айынан бастап сол электромобильдерді қуаттылау станцияларына қуаттылаған бұқаралар үшін субсидиялар ажыратуға тәртіп енгізілген. Солар hakkından bir толық түсінік берің, Махамбет. Кім айтып береді бұл бойынша? Бұлам қазіргі уақытта халқымызды ең бір қызықтырған жаңалықтардың бірі болып атты. Яғни, әр бір киловаттына 300 сомнан асқан бөлегін мемлекет тарапынан қаплап берілу белгіленіп атты. Бұлам үлкен жеңілдік қой. Яғни, бір автомобиль алсаңыз, электромобиль автомобиль алсаңыз, соны сіз бір қуатласаңыз, көп болса 7.000, 8.000 сома тарапында болып атыпты да. Бұл бір жағынан халқымыздың қалтасына пайда болып атыр, екінші жағынан мемлекеттің қоршаған орталық тазалығына пайда болып атыпты. Яқшы. Олым айтқанда, біз жоғарыда айтып атырмыз, әлбетте бұл, яғни сол қоршаған орталыққа зиянды тәсіл кемейту бойынша әмелге асырылатын жұмыстарды. Әсіресе сол қоспа қарар текарында белгіленген вазифалардың орындалуы. Қазіргі уақытта біз білеміз, көптеген жүк тасушы автотранспорт құралдары пайтақтымыз бойлап әрекетленеді. Ямаса сол үлкен магистраль трассалар бойлап әрекетленіп атыпты. Олардың көпшілік жағдайларда үстілері бастырылмаған халда, тасып бара жатқан топырақтары болсын, қандай да жундай жүклері болсын, шаңы хауаға көтерілген халда алып бара жатқан куәсі болып жатырмыз. Бұл бойынша, яғни бұндай жағдайдан алдын алу бойынша алып барылып жатқан жұмыстар hakkında айтып өтің, Мархамат? Оларда үлкен трассаларда үлкен жүк тасушы машиналардың үстілерінде белгіленген тәртіппен низамда көрсетілген тентпен жабылуы. Егер де тентпен жабылмаған сондай харекетлер табылғаны анықталса, өздерде трассалар белгіленген нарядтар бар, нәубетшілік нарядтар бар, дислокация арқылы тоқтатылып, оларға жаремалар белгіленіп, тиісті тәртіпте шаралар көрілмекте әмесіне. Белгіленген тәрізден бәріне тоқтатылып, белгіленген жерлерде неғып беріп атыпты, жаремаларын қолап жіберіп атыпты. Енді жоғарыда айтып өттік, май айы шығындылардан тазалау айлығы ма еді? Шығындылардың тазалаш айлығы. Шығындыларды тазалау айлығы деп берген. Айлық шеңберінде бұндан кейін айдың ақырына шейін әмелге асыратын жұмыстар hakkında бізге толық мағлұмат беріп өтің. Және қандай қосымша жұмыстар әмелге асырылуы режелестірілген, нәтижесі қандай болады? Aynen mana şu yukarıda aytib o'tganimdek qo'shma qaror qabul qilindi va shu qo'shma qaror asosida 2-30 may kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasida chiqindilardan tozalash oyligi deb belgilandi. Quyidagi yo'nalishlar asosida ishlar olib borilyapti va u ishlar davom qildiriladi. Birinchidan shu qurilishdagi chiqindilarni tozalash va mana shu chiqindilarni keyinchalik tartib bilan to'g'ridan to'g'ri chiqindi poligonlariga olib borilishi bo'yicha tizimli ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yish. Demakki, biz bu 15 kunning ichida faqatgina jarimaga tortish va tushuntirish ishlari amalga oshirilishi bilan cheklanib qolmasdan, aynan mana shu Qoraqalpog'iston Respublikasida qurilish ishlari olib borilayotgan 183 ta qurilish obyektlarini barchasini shu poligonlar direksiyasi bilan shartnoma tuzilishiga erishildi. Bu degani, endi bundan keyinga mana shu barcha qurilish obyektlaridagi chiqindilar to'g'ridan to'g'ri poligonlarga olib ketilishi yo'lga qo'yildi degan ma'noni bildiradi. Demakki, bu keyinchalikka ham, ya'ni keyingi qurilish ishlarini yakunigacha ham bu tartibni tizimli olib borilish yo'lga qo'yildi desak, xato bo'lmaydi. Mana keyingisi yo'l transport boshqarmasi tomonidan o'zingiz aytib o'tganingizdek tentlarsiz qumlar va tuproqlarni tashishga yo'l qo'yayotgan haydovchilarni aniqlash va undan tashqari chiqindilarni belgilangan joyga olib bormayotgan chiqindi mashinalarini aniqlash kabi faoliyatlari bu aynan bevosita ularning doimiy funksional vazifalari. Bular ham keyinchalik doimiy davom qilib ketiladigan. Demakki, biz yangilik yaratilmagan bu qo'shma qaror bilan, balki ishlarni jadallashtirish nazarda tutilgan. Demakki, barcha yo'nalishlarda yashil hududlarni barpo etishda ham yoki bo'lmasam poligonlarni urbanizatsiya jarayonlarini tizimlashtirishda ham va barcha holatlarda ham bu ishlar bundan keyin ham to'xtab qolmaydi. Chunki
ayniqsa Qoraqalpog'iston hududida ekologiya muammosi birinchi o'rinda. Va shuning uchun ham mas'ul idoralar shu qo'shma qarorni tizimli olib borishlari nafaqat bu oy davomida, balki shu yil davomida tizimli olib borishlari belgilab berilgan. Rahmet. Aziz do'stlar, bizga ajratilgan vaqtning ham o'z jumog'ina жеткенligini ma'lum etib atibdi. Albatta, biz bugungi ko'rsatuvimiz davomida so ekologiya qo'shgan o'rtalikning tozalığını saqlao bo'yicha so'z etdik hamda bu bo'yicha qanigalarimizdan ahamiyatli ma'lumotlarni oldik. Ayrim fuqarolarimizning hozir so'rovlari o'qilmay qolib ketdi. Ko'rsatuvimizning vaqti cheklanganligi sababli, biroq hozir jumoqlangandan so'ng hammasini tegisligi bo'yicha bu yerdagi so'rovlarga albatta bu yerda kelgan qanigalarimizga beramiz. Usuning bilan ko'rsatuvimiz o'z jumog'ina жетті. Kelesi sanlarda ko'rishguncha xo'sh, sog' salomat bo'ling.